Аңшы ауылдан тауды бетке алып шығып аяңдап келе жатқанда, тазысы алды артын орап айналып жүгіріп отырмаушы ма еді? Жер, аңшы, ай, тазы. Жер өз орбитасында күннен айналамын деп жосытып барады. Ай, тазы жерді қуып жерден айналады. Сонда ай өзінен өзі ұршықтай шыр айналып жүреді. Сөйтіп, аспан кеңдігінде ай жерден қалмай еріп жүр. Жердің қияметтік досы, жерден айрылмайтын туысқаны, түсе қалса атын ұстайтын құлы. Жер не болса со болатын жердің көлеңкесі. Осымен айға жердің жолдасы деген ат тағылған. Аспан кеңдігін жайлаған жарық шырақтарды бақылап, бағып тексерген білім бетін астроном білімі дейді. Бұл білімге бұл атты грек елі таққан. Ол елдің тілінде жұлдыз астер, номос қалып, заң болады. Осы екі сөзден астроном білімінің аты шыққан. Ал астроном білімін өрге сүйреген жұлдыз, өзге жарық сәулелі шырақтардың жүрісін зерттеген адам астрономшы аталады. Астроном біздің қазақ тілінде жұлдызшы ғой. Енді білім тезіне салып тексерелік. Жер доптай, домалақ, түйенің құмалағындай, жұмыртқадай. Жер түйенің құмалағын тас ортасынан шиімен түйреп, шиді өлшесең, құмалақтың жуандығын білеміз. Өстіп, ақылмен жердің добына ортасына түйреп өлшесең, жер добының жуандығы 12.700 километр болады. Экватор жердің белбеуі. Ал бұл жердің бүкірі. Жер өзінен өзі ұршықтай айналады. Жер күннен дөңгелек жолмен арқандағы аттай айналады. Жер мен айға күн түсіп жарық қылады. Екеуіне де күннің жарық сәулесі суға, шыңға түсіп шағылғандай қайта шағылып, жердегі бізге айды, айға жерді де жарық шырақ қылып көрсетеді. Күннің тажы, күннің аппақ күміс дөңгелегіне қара. Күн қотаны. Планеттер күнді қазық айналған арқандағы аттай дөңгелеген жолмен айналады. Бұл жолды білім өрбіс дейді. Латын тілінде өрбіс дөңгелек деген сөз. Күнмен ғана жарық болады. Планеттер аспан кеңдігінде дөңгелек сызық жолмен күнді қазықтан айналған арқандағы аттай айналады. Сонымен планеттердің бұл жолын орыс латын тілінде дөңгелек орбита дейді. Бұлыт жоқ ашық түнде жазық далаға шығып, аспанды қарастырсақ, тозған қараша үйдің жыртығындай күн жарық жұлдыздарды көреміз. Осылардың ішіндегі ең жарығы қашан қарасаң да бір орыннан көшпеген сықылды көрінеді. Ең жарық, ең сұлу жұлдыздар қозғалса да, матаулы түйедей матауын жазбайды. Осындай матаулы жұлдызды жұлдызшылар ұялы жұлдыз дейді. Ұялы жұлдыздар аспан кеңдігінде шашып тастаған асықтай жатыр. Ұзын құйрықты үлкен кометелер, комете құйрығы, маталған жұлдыздарға қарайық. Бұларға құйрықты жұлдыздар аспан кеңдігіндегі шырақтар. Күнге ең жақын планет Ром елінің саудасының құдайының атын қойған Меркүр. Бұл күннің қолтығында, күннің сәулесіне шомылып жүріп, жердегі бізге құралсыз көзге көрінбейді.
Жердің сыртында Ром елінің соғыс құдайының атын қойған Марс. Жер күн мен Марстың ортасына түскенде, біз еліде болғанда аспанда түстікте қызғылт болып, іргесі бүтін үйдегі оттай жанып тұрады. Бұл уақ планеттердің сыртында Ром елінің аға құдайының атын қойған Юпитер. Жұлдызшылар Уранды бақылап, бағып-қағып жүрісін қараса, Уран жолдас бұлтақтап жүреді. Уранның жолын қисық қаңғыр қалап тұрған, аударысқан кісінің атындай жүргізген. Уранды иығынан тартқан, өзінен де күнге жырақ планет болу керек деп жұлдызшылар шамалайды. Ақыл зерек, есек жүйрік қосылса, қолынан келмейтіні жоқ. Айтқан жерден жаңа планет табылады. Атын Нептун қояды. Нептун Уранмен төтелес, жерден ана құрлы үлкен, Юпитер мен Сатурннан кіші. Күннің қотанында планеттердің өздеріне еріп жүрген жолдастары бар. Жерде жолдас біреу, бұл Ай. Марста 2, Юпитерде 8, Сатурнда 10. Юпитердің сыртында Ром елінің уақытының құдайының атын қойған Сатурн. Сатурн добының белдеуі сақинасы бар. Бірақ сақина допқа құстың аяқ бауындай тимей тұр. Сатурнның білезік шеңбері. Планеттерінің көбінің ерткен қосшысы бар. Планеттер күннен айналғанда, қосшы жолдастары көлеңкеде еріп, планеттерден айналады да жүреді. Біздің жердің қосшы жолдасы айдың қылғаны да осы. Жұлдызды бақылап, бағып зерттеуге осы күні өзгеше үй салады. Бұл үйдің орыс тілінде аты обсерватория. Латын тілінде обсерва, қараймын, бақылаймын, бағамын деген сөз. Олай болған соң, бұл үйдің қазақша аты қарауыл үй болады ғой. Астрономшылардың аспабы қырағы түтік, телескоп. Жұлдызшы түтікке қарап, суретін салатын аспанның аймағына телескопты бұрмалайды. Екінші түтікке сурет салып алатын аспап бар. Бұл құбыланама, компас. Осылайша, сен де ұялы жұлдыздарға қарап, қырағы түтік пен құбыланамамен зерттеп, астрономия біліміне қауғаны салып жіберіп, іліп алда сусында. Білім аты шапсын. Мәтіннің авторы Әлихан Бөкейхан, мәтінді оқыған Гүлжихан Байғазықызы Көптен.